Сәлем достар, бәріңізге. Бүгінгі видеода мен сіздерге қалай Among Us, яғни жаңағы сер, зомби, бәрі Among Us болады. Сол модты қалай қосу керек екенін үйрететін боламын. Ол үшін біз Play Marketке кіреміз. Play Marketке моды для Minecraft деп жазамыз. Міне. Моды для Майнкрафт деп орысша жазсаңыздар шығады. Потом открытты басып оған кіреміз. Сырты осындай болады. Күтеміз загрузка болған. Қазір сіздерге қалай Among Us мод қосу керек екенін үйретемін. Бұл жерде любой модтар бар. Қандай мод қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Мен сіздерге Among Us модты қалай қосу керек екенін үйреткім келіп тұр өзім. Қазір сіздерге міне осы мод Mob is Among Us. Осыған кіреміз. Потом астында установить деген жазуды көріп тұрған шығарсыздар. Сары болып тұрған. Сол жазуды басасыздар. Потом сіздерді Майнкрафтқа лақтырып жібереді. Потом, жоқ, установить етіледі, короче. Біз загрузка барады, потом бірақ Майнкрафтқа лақтырып жібереді. Потом Майнкрафтта ештеңе шықпаған, андай жекелдердің жұмыртқасы болады ғой, короче. Ештеңе шықпаған, но бірақ жануарларды кезіктіріп қалсаңыздар, Among Us болып жүреді, короче, сондай мод. Сіздерге мод түсінікті болып деп ойлаймын, но мен өзім басайын десем, установить деген жазуды. Мен уже ол модты скачать етіп тастағам. Міне, тағы да скачать етейін, сіздердің өздеріңізше. Міне, өстіп, загрузка и установка деп загрузка етіледі. Потом бізді Майнкрафтқа өстіп лақтырып жібереді. Күтеміз. Майнкрафттың загрузкасын, яғни Майнкрафттың қосылуын күтеміз. Міне төбеден import запушен дегендей сообщениялар келеді. Короче, күтесіздер сообщениялар келгенін. Import запушен деп сообщение. Не удалось import Among Us мод деп келу керек негізі сообщениялар. Потом осылай кіресіздер, играть деп. Потом сіздер жаңа мир ашасыздар. Қалай айтсам екен сіздер. Создать новый дегенді басасыздар. Создать игровой мир дегенді басасыздар. Потом остановка. Загрузка. Күтеміз. Выживание на творческий қыламыз. Продолжить. Нормально, мирно. Участникті оператор. Бесконечный плоский қылсаңыздар да болады. Бесконечный қылып тұра берсін менде. Потом эксперименты деп тұрады. Короче, эксперименты с чистой версией дегенді активировать етеміз. Возможности создателей праздника дегенді басамыз. Создание пользовательских биомов. Дополнительные возможности моддинга. Потом сохранять инвентарь дегенді өзім үшін қосамын. Астында потом мой набор, короче, осы мод тұрады. Оны активировать етесіздер, продолжить етесіздер. Мой набор дегенді өзі тұру керек. Бұған ештеңе тиіспестер. Мой наборы параметров дегенге тиіспестер. Наборы ресурсов дегенге кіріп, жаңағы модты установить, яғни активировать етесіздер. Потом болды создать деген осы жазуды басасыздар. Осы создать на сервере реальность деп тұрғанның қасында тұр. Сіздерге қазір көтесізде кетейін. Қайда тұрған білет шығасыздар. Енді білмейтіндерге создать деген осыны басасыздар. Болды, Майнкрафтқа кіргізіп жібереді загрузкамен. Потом сіздерде, яғни
қалай айтсам екен, жануарлардың бәрі Among Us болады. Даже эндерменнің өзі де Among Us болады, зомбидің де өзі Among Us болады. Короче, достар, осындай мод. Сіздерге бұл мод ұнаса, видеоға лайк басып, маған тіркеліп, осы видеоға 10 лайк жинап тастаңыздар. Видео ұнаса, всем пока.